Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін түскі асқа 30 минутта дайын болатын тамақ дайындаймыз. Бұл дәмді әрі табиғи тауық наггетсіларын балалар өте қатты жақсы көреді. Бұл тағамды жасау үшін бізге наггетси, жуа, картоп, морков керек болады. Наггетсидің мен дайын түрін қолдандым. Ең алдымен картоптарды орташа етіп тураймыз және суға бататындай су қоямыз. Және бір қасық тұз салып қайнатамыз және картоп қайнап жатқан кезде наггетсиларды қуырамыз. Наггетсиларды қуырудың екі әдісі бар. Бірінші әдісі наггетсиларды май құйылған табада қуыруға болады және дайын болғанша кем дегенде 7-10 минут баяу отта екі жағынан қуыру керек. Ал екінші әдісі наггетсиларды микроволновкаға қойып 5 минут бойы 700 ваттта қыздыру керек. Міне картошка қайнап жатыр, енді асын жай қоямыз. Достар, сіздер білесіздер ме, бұл наггетсилар майға қуырылған қытырлақ нандағы тауықтың төс етінен жасалатын американдық тағам болып табылады. Және 1920 жылдары ойлап табылған осы наггетсилар танымал фастфудқа айналған. Және үйде пайдалану үшін мұздатылған түрде кеңінен сатылып бастады және бұл наггетсиларды әрбір дүкеннен табуға болады. Міне наггетсилар дайын болды. Барлығын әдемілеп сүзіп аламыз. Енді бұл тағамға подлива жасаймыз. Ең алдымен қызып тұрған майға туралған жуаны саламыз және жақсылап қуырып үстінен морков саламыз. Морковты да алдын ала турап қойыңыз. Екеуін жақсылап араластырып, үстіне томат немесе помидор салсаңыз болады. Мен 3 ас қасық личо салдым. Личоның рецебін менің каналымнан көре аласыздар. Личоны саламыз және личоны салғаннан кейін үшеуін тағы да жақсылап араластырып, үстіне бұрыш саламыз және тұз салсаңыз болады. Және үстіне қайнап тұрған суды құйып, жай отта қалдырамыз. Бұл тағам пайдалы ма, әлде зиянды ма? Наггетсилардың бойында көп ақуыз бар және бұл тағам қоректік және калориясы төмен. Бұл өнімде иммунитетті күшейтетін дәрумендер мен минералдар бар. Дәрігерлердің айтуы бойынша қалыпты мөлшердегі наггетсилар зиян келтірмейді. Картошкалар пісті. Енді картошканың жарты суын төкіп тастаймыз. Қалған суында езіп пюре жасаймыз және дәміне қарай тоз бұрыш салып араластырамыз. Егер сіз диета ұстанатын болсаңыз, осы наггетсилар сізге дәл кетеді. Олар қуырылған, бірақ та ақуызы өте көп. Міне осылай бір уақытта бірнеше қазанда пайдалы әрі дәмді тағам дайындауға болады. Подлива пюре наггетси дайын болды. Дастарханға өзіңіздің фантазияңызға қарай ұсынуға болады. Қазір осы наггетси барлық жерлерде, кафелерде, мейрамханаларда танымал болып табылады. Бұл наггетсиді көбіне балалар жақсы көреді. Егер гарнир дайындау керек болса, ең бірінші ойға картоп түседі. Қуырылғаны, қайнатылғаны, езілгені, яғни пюре түрі. Содан кейін бұқтырылған қырыққабат, макарон, көкөніс бұқтырмасы немесе жаңа піскен көкөністермен ұсынуға болады. Міне түскі ас дайын болды. Аз уақытта және тез әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Сіздермен болған Мариям. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.